Қайырлы күн достар, назарларыңызға психологиялық тест. Сіздің өміріңізде дәл осы ситуация орын алса, ең алдымен кімге көмектескен болар едіңіз? Сонымен жауап варианттары. Егер сіз бірінші нөмірдегі жанға алдымен көмектесемін десеңіз, демек сіз жақсы тәрбие алған жансыз. Бұрынғының салт дәстүріне ерекше құрметпен қарайсыз. Қашанда әбден ойланып алып барып әрекет етесіз. 7 рет өлшеп, 1 рет кесесіз. Әлемде болып жатқан әділетсіздік атаулыға асқан төзімділік танытасыз. Сол себепті де көбінесе басқалар көне бермейтін күйбең тірліктің кей шаруаларына сізді жегеді. Ал егерде екінші нөмірдегі жанға бірінші көмектесемін дейтін болсаңыз, сіздің таңдауыңыз жүрегіңіздің өте жұмсақ екендігінен хабар береді. Қанша аузыңыз күйсе де алдымен үрлеп алуды ұмытып жүресіз. Өзіңізде көп адамнан тым басыңа шығарасың, кішкене пысықтау болсаңшы деген тәрізді сөздерді естіп те жүрген боларсыз. Достарыңыз сіздің қасыңызда өздерін сенімді, еркін сезінеді, себебі ешқашан жолда қалдырмайтыныңызды біледі. Ал егерде үшінші нөмірдегі жанға алдымен көмектесемін дейтін болсаңыз, онда сіз ортаның гүлісіз, көңілді отырыстарды жақсы көресіз, ешқашан асып саспайсыз, сондай-ақ артық қимылдай бермейсіз, біреу сұрамаса. Нақты керек нәрсені ғана істейсіз. Табиғатыңыздан лидерсіз, өзіңізге мықты адамдарды магнитше тартатын қасиетіңіз бар. Ал егер төртінші нөмірдегі жанға алдымен көмектесем дейтін болсаңыз, демек өмірді жарқын жағынан ғана көретін, анау-мынау кемшіліктерді байқай бермейтін оптимист адамсыз. Адамдармен тез тіл табысасыз, артық қимылдағанды ұнатпайсыз, табиғатыңыздан жаңа әсерлерге құмарсыз, әуес ойлауыңызда бар. Сонымен қалай, сізде сәйкестіктер бар ма? Егер де бар десеңіз, комментария бөлімінде жауабыңызбен бөлісе кетіңіз. Егер біздің каналымызға жазылмаған болсаңыз, жазыла кетіңіз. Және қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.